Мен оларға мәңгі бақи ашуланбаймын, айып та тақпаймын. Әйтпесе, адамның жаны алдымда әлсіреп, өзім өмірлебін үрлеп жаратқан пенде құрып жоқ болар еді. Ишая пайғамбар жазбасы 57 тарау 16 аят. Көктегі әкеміз бізді дұрыс жолға бағыттауды қалайды. Ол бізді құрып, жоқ болып кеткенімізді қаламайды. Ол бізбен егіске түседі. Бірақ бұл жақсы ниеттен туындаған егіс. Ол бізге әрдайым қаһарлана бермейді. Біз Құдайдың жазасы өте ұзаққа созылады деп ойлаймыз. Дегенмен, біздің шыдамымыз мүлде шамалы болғандықтан, бұл бізге сондай ұзақ болып көрінеді. Оның қайырымдылығы мәңгі. Бірақ оның бізбен егісуі мәңгі емес. Адамды жалықтыратындай ұзақ болуы мүмкін. Бірақ ол бәрібір жарқын әрі ашық күнге жол беруі керек. Егісудің аз ғана уақытқа созылатыны сияқты, соның салдарынан шыққан ашу да тек бір сәтке ғана жалғаспақ. Құдай өзінің таңдауларын өте жақсы көргендіктен, оларға әрдайым қаһарланбайды. Егер ол бізге әрдайым қаһарын төге берсе, онда әлде қашан өліп, молаға кірер едік. Жігерлен, құрметті жан. Құдай сені бұдан былай сөкпейді. Ол сені барлық қиыншылықтардан алып өтеді. Сені жаратқан Құдай ең, сені қаншалықты әлсіз екендігіңді және көп нәрсені көтер алмайтыныңды жақсы біледі. Саған ауыртпалықтар артып жатқан қазіргі заманнан қорықпа. Себебі бұл заман бақытты болашаққа қарай асығуда. Саған ауыртпалық берген Құдай сені қайтадан өзі демеп орнына тұрғызады. Оның кішкене қаһарының соңынан ұлы қайырымдылық ере жүреді.